Жылқы бұрынғы жерінде жоқ. Боран болған, қалың қар жауып, іздер де басылып қалған. Елсіз бір жарды жағалап келе жатқанда, кеуегінен шығып қоян қашты. Жардың екі жағына қақ жарылып бөлініп алып, ұмтылып қуды. Аздан соң қоян жардан шығып, көксерек жаққа қарай далаға шықты. Адырға беттей қашты. Бұл топтың алдында көксерек еді. Қоянға жақындап келеді. Бір кезде төтеден ағындап, жеке дара болып, көк шолақ ағызды. Қоянға жақындап қысып келіп, көксеректің алдына түсті. Артқы қасқырлар шұбап алыста қалды. Адырға кірді. Бірнеше төбелерден өтті. Көксерек кейіндеп қалып еді. Бір ылдиды да көк шолақ қоянды жұмарлап жатыр екен. Көксерек келе ауызды қойды. Екеуі жұлқысып тартысқанда қоянның басы мен кеудесі көк шолақтың аузында кетті. Өзінде қалғанда қапаш-құпаш асып, көксерек қайта тап берді. Көк шолақ қоянның басын тастай беріп, арс етіп көксеректі аяқтап ала түсті. Ойда қар борап, аяқтарынан асты ат көпір болды. Шапшып келіп гүрілдеседі. Тістері бір-біріне сатыр-сатыр тиісіп, қарш-қарш шайнасады. Тікейіп, шапшыған бойда ұстасып тұрғанда, көксерек басын бұрып жіберіп, көк шолақты құлақ шекеден ала түсті. Жасынан ауыл иттерінен үйренген әдісі еді. Аузы тісімен жұлқып бұрап жібергенде, көк шолақ майысып барып, астына топ ете түсті. Жағысымен үстінен басып тұрып, құлақ шекеден ауызды жылжытып келіп, алқымға салды. Тамағынан қапсыра қысып бұрындырып алып, мойын сүйегін қырт-қырт шайнады. Көк шолақтың аузы арандай ашылып, тынысы құрып, тыпырлауға шамасы келмей қалды. Сол уақытта артқы қасқырлар топырлап келе жетіп, көк шолаққа ауыз салысты. Балбырап аққан қызыл қанның иісі аш қарындарға мас қалғандай белгі берген еді. Шаптан, қолтықтан, жалаңаш төстен мықты өткір тістері жұлқып-жұлқып тартқанда, көк шолақтың қаны жосылып ағып, ішінен бұрқырап та буық шықты. Бұл арада бар ауыз түгелімен жабылып кетіп еді. Аз уақытта көк шолақтан бұдыраған жүн мен 4 табан ғана қалды. Қалған топтың жалғыз даусыз басшысы көксерек болды. Іздеп жүріп, отардағы жылқыны тауып алды. Тағы да атышулы 9 қасқыр деген даңқы шықты. Күндіз түні жылқышы атаулыны күзеткен басандырмай, сонда да дамыл бермей, тай құнандай жеп тұрды. Артынан ерген тобы аштық көрген жоқ. Бәрі де жонданып, құтырынып, мықты жүргіш болып алды. Шетінен көксерекше батыл. Сол не істесе, соны істейді. Ара-тұра жылқыны тастап, маңайдағы ауылдарға да соғып кетеді. 9-ы араласқан жерде сел қаптағандай, жау тигенде қылады. Ат, сиыр сияқты ірі қаралар бұл көксеректің жаз бойы ырылдасып өскен ала бір төбеті уақыт болатын. керуен жолында Қасқырлар бой салып қашқан жоқ. Кешеден бері ас Ас жемей қасқырды алдына ашыққан, салып, аяздаған көксерек арт уақыт жағына, еді. оңды Жалғыз солды, атты жалт жаналы жалт қарап, жүргіншті ойға, қамады. тасаға Айналасына таман түсті. қар боратады. Артындағы Біресе иттерді жолына естірмек барып болып, жатып алады. Жартысы өліп артына, қуып келе жартысы жатқан алдына ала түсіп, төбет қашпай бұлар ойға мезгіл сайын түскенде жақындап, тоқталуға аяң айналып салып еді. отырды. Қалған иттер жота басында Есі шыққан керуен аты жүре алмай қалған соң, айқай салып қашып еді, атты топтары мен жығып салып, алқандап, өлтіріп, талап жесе бастады. Топ осыған араласып жатқанда, көксерек мұны тастай беріп, қасына бір-екі қаншықты ертіп алып, кісінің артынан қар боратып, бұрқыратып салып еді. Жақындап қалғанда кісі шошып жығылды. Бірақ алдарына айқайлап, сатырлап шапқан аттылар шығып қалып, айырып алды. Осыдан соң көксерек қатты долы, ызалы болып, сызданып алды. Ырқына көнбеген күшіктерді жүріске ере алмаған қартаң қаншықтарды кейде бас салып талапта тастайды. Тағы бір ретте қалың шилі қорықта отырған 5-6 ауылдың үстіне келді. Күндіз болатын, күн шаңытқан аяз еді. Шеткі ауыл бұларды көріп қалды. Ши шетінде қара аунап жатқанда бір түйе шықты. Үстінде кісі бар, басына ақ оранған. Тура қасқырларға қарай жүрді. Жұмсақ Ат емес, қашпаса да болады. Бірақ түйе жақындап келгенде,
бар қасқыр тұрап Аяқтарының далаға қарай астында ақырын ойылып қалған бүлкектей қалың берді. қар. Топтың артынан Бұрқ-бұрқ көксерек бұрайды. керенаулар Жылы жұмсақтап, зорлап тұмсықтары кіріп қарыстанып алып, артына екеуі қарап де болды аянады. өзге Түйе бақырып дыбыс қояды да шығармай, шудасы бұрқ-бұрқ желкілдеп асайды. желеді. Суық қар Бетті араласқан елсізге қарай жылы түзеп тамақты қасқырлар қомағайланып, бүлкектеді. Артында қылқ-қылқ көксерек. жатады. Түйе бұрылып кетер Аяқтап деп келгенде бақылайды. екі санды екеуі Бұрылмайды. ортасынан Көксерек дар ашығып айырып, қалып еді. жұлып-жұлып Дәмелене әкетісті. бастады. Біресе Аздан соң қара жортыңқырап барып, аланың қара алдыңғыларға табандары мен жетеді құйрығы де ғана бәрін қалды. тоқтатып, Одан басқа өзі әр жерде жүресін шашылып түсіп, жүндер ғана түйеге жатыр. қарап жатады. Түйе жақындап Екеуі айға келгенде қарсы өзгелер қасқайып, жылжи береді. қайтадан Бұл да қара артынан тұрып атырға аяндайды. тартты. Аяғында Көксерек ауылдан артынан әбден соның ұзап шықты. ізімен Көксерек ақ қасқыр өзгелерді түсіп, адырға ілгері кіре жіберіп, бермей, өзі ық бір күшік жартастың қасқырмен бауырында бөліне оң екеуі жақ бірдей бүйірге қарай тартты. аунап алды. Түйелі қиыстап, Осыдан соң топпен екеуінің жұбы бұл екеуінің жазылған аралығына қарай Қасына беттеді. серік ергеннен Әлі бері де түйе көксерек бақырады. зорайып, Иісі дәмі қатты өсті. қызықтырып, асықтырып Аяқтары барады. жуандап, Көксерек түйенің жүндерінің бәрі артына де түсті. қалыңдап, Бірақ әлі ұзарып, онша өзі жақындаған жуан, жоқ. өзі Түйе мықты, енді ақырын көк жүре шал болып бастады. қалды. Кейде Қыс тоқтап, іші алды болса да, артына қарайды. жоны шығып, Ақбас алқымы түсіп, әрлі-берлі семіріп бұрылып, кетті. қозғалтақтайды. Оның Түйе есебіне тоқтағанда белгілі аты көксерек шулы те екі қасқырдың тоқтайды. қара Тұрған адырдың жерінен іші қар қасындағы боратып, ел тарапына түгел бастайды. төресіні Сөйтіп көрді. кеп, бір Даладан мезгілде қойшы ағындап алдынан шауып, қой тартып түйенің жейтін жанына жақындай келіп, жайлаудағы қыс өте сиырға берді. шауып, Сол тайыншыдан кезде бастап түйе үлкен үстінен бір сиырға ұзын шейін нәсі жейтін шошайып осы созылды да екеуі. көрсетті. Өлгенше қатты ащы дауыс даланы сілкіндіріп, шошытып жіберді. желінді. Бар қасқыр Кісіден қар боратып, қорықпайды. ытқып қашып Әсіресе жөнелді. бір көк Көрсетіп шолақ жөтелген бар. көк Қойды түнмен алып соғып қатар жарып көксеректің жатқанда артқы бір қасына саны шыр сойыл жете салым түсті. жерге Әрі келгенше ыстық, әрі қашпайды. суық бір нәрсе Даладағы қадалып қойға шаншып қалды. тигенде Санын әуелі арс біреуі етіп келіп қуып қалып, шабады. түйенің Соған үсті қойшы тағы да алданып сыртылдап, жүргенде қамданып бір жақтан жатқанда, келіп бұда екіншісі шабады. ытқып қашып жөнелді. Десетін болады. Тоқтаған Боранды жоқ, көп аязда қашты. түндерден Бірнеше бірен саран қырданды. қораға да Бір түсіп екі көрді. жазықтан құлаш Бір ұрып шауып кедейлеу өтті. ауылдың Өзге қой қасқырлар қорасына бір бөлек, түсіп, ол он шақты жалғыз қойын бір жалғыз бөлек. көксерек Түйе өзі қалып өлтіріп, қойды. Жүгіріп келіп, шыққан бір уақыты да жартасты болды. сайға кіре Бірнеше бере, ауылдың арт қасқыры жағы мен қиралаңдап жарайды. барып құлап Ер түсті. сақ Жыл бойы деп тоқтамай жүрген аққан әлденеше қан иттер де әлін желінді. кетірді. Жарасынан Және ауруын да жаңа жасағандай. тоқтар алдында ғана сезе Қара бастаған. адырдың қыстауларына кезек Қыңсылап жатып санын жалады. Бірер күн Қан шығады, бір бір екі тұрады, ауылдың бір айналасында Тұрғанда қатты енді қимыл бір қылып, аяғын көтеріп тұрады. жүріп соның Үш аяғымен артынан бір жұма секектеп ол аяңдайды. күндей бұл маңайда Арада бірнеше жоқ күн болып өтті. кетеді. Осы сайдан Оның шыққан жоқ. есебіне Ашығып, екінші, үшінші бұралуға ауылдар айналды. әлгінің Бірақ көргенін аяғын көріп ептеп жатады. басуға келді. Әр ауылдың Бір екі тұстарында қырқадан өздерінің асты. көрініс Бір беріп сайда келетін 3-4 ай қарауыл жайылып жоталары, жүр екен. жығылып келетін сай Бұғып өзектері қасына бар. келді. Торуға Шетте мезгіл арықтау бір көк таңдамайды. шолақ ат тұр еді. Таңертеңі, Тап беріп, түсі, қуып отырып, түні қалың бәрі. омбыға әкеліп күніне бір қамады. мардымды Осқырып жеп қорқып алмай тұрған атты қанағат қылмайды. алқымынан алып Келгенде бауыздап түсті. ана санын кезең жылды. жақтан, анау Қоңын ойды. шиден, ана Омбы қардан қарағанды шығармай сайдан тұрып, келе десе де, жығып сол алды. жерлерден айтқандай Тоя жеп шығады. алып, сайына қайтты. Бұлар айналдырып Күнде жүрген кеште елдер күтеді. малын Күн шашау болған шығармай, соң жерден жемтігіне таса келіп қылмай, асын қия жеді. бастырмай Осымен сақайған 5-6 болады. күн өтті. Бірақ Қайтадан жоны үстінің шығып, бірінде таңайып не алды. қылса да Аяғы бір да қапса әбден болмай басуға тағы келді. қоймайды. Күдірейген Көксерек жоталы, ашулы дәл көксерек соған тағы да кез келгенде жортуылға шықты. дайын болады. Белгілі жемтік Қыс біткеніне қатты, 2 күн қар болған. қалың, Содан бері қасқырды аш қар еді. көтереді. Жорта баяғы көтере қара адырдан алмайды. шықты. Сондықтан Түске жақын талай рет мезгіл ат еді. жаратып, Жотадан шоқпар қарауыл қамдап, салды. қуамын Желге деген жігіттер тұмсығын болса төсеп, да белгілі еш иіс нәрсе күтті. қыла алмайды. Алыстан таныс иіс Бір келіп рет қана бұнына белгілі жетті. бәйге Маңайға жирен жалт-жалт атымен қарап, Арыстанбек қырдан шығып, қырды, адырдан сондарынан адырды кезіп түсіп еді. отырып, күн оны батысқа қарай адырдан адырға салып, шырқап салды. адастырып Көп кетті. іздеді. Аяғында күн Маңайламайтын кешке жерден жақындағанда бір алыстан жотаның мылтық басында атып, шошайған қорқытпақ аттылы болғандар да қойшыны бар көрді. еді. Одан Айналасында да сол жасқанбады. төбенің бетінде У қой салғандардың шашылып жайылып уларын да жүр. жемеді. Теріп жеуге шашқан Ол шашудай. олардан Ақ жақында жеп, ауыл бар. қырылып қалған Алыстан аңдап уақыттар да бет болды. түз. Жалғыз-ақ қарасын Мұның көріп бәрі қалған екі қойшы қасқыр жайындағы айғайды салып қара адыр бұған қарсы елінің шапты. аңыз Қойшы үлкен әңгімесі емес, еді. бала даусы Соңғы шошытпайды. бірер Қой айдай дүркіреп бір үркіп, ауылдың кісісі қойшыға қарай бір қашты. ауылға Қасқыр қатынаса, жақындап, жиын бір болып қызыл қойға көпшілік ауызды бас қосса, салғалы
ентелеп келіп қалып еді. екі Бағанадан айғайлап жайында келе болатын. жатқан қойшы қасына кеп Көксерек қалыпты. семіргенде Еріксіз жалтырап бұрыла беріп еді. осындай даң Қойшы атақ бастырып ішінде қуып семіріп жөнелді. өсіп Бой келе салып жатыр қорқып еді. қашқан жоқ. Осы Содан ба, күйлердің болмаса бәрімен тегі қатар жүйрік пе, Көксерек әйтеуір бос ат оңашада елсізде бастырмалатып қатты жетіп ойыншы келіп, болатын. көксеректің жотасына Түс жеңіл кезінде ағаш я сат етіп таңертең тиіп қалды. бір малды Сол-ақ тасада екен қарсы аунатып бұрылып жеп алып аттыға қарай елсіздегі арс етіп қашан да шапшып қалды. жатақтарына Арандай қайтады. ашылған ауыз Сондайда бірдемені ақ жұлып қасқыр жүрістен түспек еді. талып келіп, Ыңғайына бала танығып жатса, тонының өңірі ілінді. көксерек Соны айналасында бөксерек қар жұлып боратады. түскенде боз ат Жүгіріп, осқырып екпіндеп кеп атқып тістеп кетті. өтеді. Баланың шошыған айғайы Басынан шықты. асып аунап Қасқыр түседі. артына айналып Кейде тап ақ бергенде қасқыр ырылдап, мөңкіп сын жүрген боздан бала сақылдатып, аударылып құлағын құлап жымитып, түсті. ашумен Көксеректі тап қазірден береді. бұрын Ондайда ешқашан көксерек білінбеген тек долылық қатты жайындық қорылдап, бар еді. гүр-гүр етеді. Туғаннан бергі Кейде барлық секіріп көресі кеп ақ осыдан, қасқырдың екі желкесінен аяқтыдан қапсыра дегендей тістеп жығылып алып, домалап қысып жатқан тұрып балаға тұрып тап барып берді. қоя береді. Оқыс секіргенде Екеуі осыдан санының жарасы әр ашылып, ұзасып быз барып етіп ашып қалып таласпайды. еді. Ол Артынан бұрынғыдан көксерек жаман қайта ызаландырып, ойнайды. құтыртқандай. Күн Боз жылына ұзап бастады. қашып кетті. Қойда жоқ, Бірнеше рет екпіндеп секіріп, шақырмақ ырылдап жақсы көп күндер балалы болып, әр бас жерден салды. қары Бұл тесілді. бала құрмаш еді. Ойдым-ойдым Қойшы қара ауырып қалып, жерлер әкесі көріне бір күнге бастады. қойға жіберген еді. Астына Жылы күн мінгені ұйқыны өзінің көп жүйрік келтіреді. боз дөнені болатын. Тамақтың артынан Үстіне гүрілдеп бойды қасқыр көп төніп сергітеді. келгенде Етті көзі бір ашылып, бір шымырлатады. жұмылады. Ақ қасқыр Басына да таман ойыншы арандап бала ашылып бастады. келе жатқан ауыздың Өзі жоғарғы келіп жағында көксеректі өзіне иіскеп, таныс құлақ жалай көрінді. беретін Сол болды. жақтағы Қайта-қайта ілік көксеректің құлақтың үстіне жартысы артыла береді. салпылдап тұр. Ыңырсып, Ақырғы сезіп те сезген қояды. білгені Бой сол. тартты. Содан әрі Екеуі баланың қалың үні қараған өшті. арасында Қасқырдың аузы ұйығып тиместен та бұрын алды. өліп кетті. Көк Көксерек молайып, жас шыққан ырылдап соң, тұрып тісінің екі ұшымен қасқырдан қағып, қара адырдың жұлып алып басын шайқап елі өткенде сақ болды. баланың бір жақ көзін қопарып Қара алып адыр кетті. сыртында Жүріп бара елсізде жатып екі қылғып үлкен салды. ашық көл Түнде бар. баланың өлігін Соның тауып алысты. аралығындағы қалың Жанында шидің ішінде тайдың ескі ізіндей ін болып болатын. үлкен қасқырдың Көксерек пен ізі ақ қасқыр жатыр сонда екен. жақын жерде Құрмаштың қамыс, жаназасына одан әрі жиналған көл қара адыр қауіпсіз. елі Адам көксерек көзінен жайынан алыс неше жай алуан бастап әңгімелер келген құрды. ақ қасқыр. Көпшілік мұны Бұл кезде қорқау көксерек қасқыр басқа деді. жақтағы Кейбіреу елді құтырған ториды. қасқыр емес пе Ақ екен қасқыр деп ін маңында күдік айтты. болады. Бірақ Қамыс құтырған деуге арасында орын көп жоқ. құстардың Ондай жұмыртқасын болса жейді. бір баламен тоқтамас еді. Бір күні Ауылға да көксерек шабар інге еді. салып келіп, Қойды да қуалар аузынан еді. кесек-кесек Сол жиында құйрықтарды бұны не сұп-сұп қылса да тастады. ізіне түсіп, Бірақ соғып бұрынғы алуға, дағды бойынша өлтіруге ақ қасқыр сөз қарсы байласты. шығушы еді. Бұл әңгіменің Оны ортасындағы істемеді. Қасен еді. Көксерек ін Ол аузын белгілі тырналап, аңшы, шаң баяғыдан боратқан соң ғана құс салып, ит сүйретіліп жүгірткен. зорға шықты. Өзі осы маңайдан Ін ішінен ауқатты жат әлде иіс жігітті сезіп, қара адырдың көксерек басы мен мырзасымағы кеудесін сұғып, қалада ыр қызметте етіп тұратын барып, інісі бар. кішкене Сол күйкі арқылы күшік биыл күздігүні тістеп суырып бұның алып алуына шықты. шетелден Бұл қасқыр бұны алатын істегенде бір ит ақ келген. қасқыр Қазір арсылдап барлық тап қара беріп еді. адырға да маңайдағы Көксерек өзге сонда да елге де тоқтамай, даңқы көк шыққан ақ күшіктерді қасқа жерге осы жұлқып-жұлқып соғып, Қасеннің қабырғаларын иті. кірт-кірт Келісімен сындырып, ақ қасқа өлтіріп күздігүні тастады. бір күннің ішінде бір Бірақ бір бөлтірік, емес, бір үлкен екінші, қасқыр алған. үшінші, Өзі екі тағы қақ әлденешеуі басқан пайда екен. болды. Қазіргі уақытқа Аяғында шейін 6 жылыды. қасқыр алыпты. Күшіктерді Аз күнде жалап, бір иіскелеп, болыс елдің кейде әңгімесі қастарына болған. да жатады. Ақ қасқаның арғы тегін қасқырға тексерушілерге жем де таситын болды. көп еді. Түбі еремен иттің нәсілі деп кеп арғы затын ертегіге айналдыру үшін бұл қанжығалы қарт Бөгенбайдың итінің тұқымы дейтіндер де болған. Жиын көксеректі іздеуге сөз байлаған соң жаназада тарай сала Қасен өз аулына келіп 5-6 жігітпен бірге ақ қасқаны ертіп алып адырға шықты. Күн кешкі 5 кезі еді. Сондықтан ертеңге қарап аял қалысқан жоқ. Ең болмаса ізін көріп бетін аңғармақ және жаңада қар жауған. Содан енді тағы қар жауып қалмай тұрып ізінен бетінен көксеректі танып алу керек. Қасен Құрмаштың әкесімен ағайындас жақын болатын. Жалғыз баласы Ерке Құрмаштың өлгені әкесіне ерекше батып еді. Бұның үй ішімен ботадай боздап, бейт басында да қатты күңіреніп жылағанын көргенде тірі жанның бәрінің сай-сүйегі сырқыраған. Құрмаштың әкесі Қасенге: "Сол жалғызымды өлтірген қасқырды қолыма әкеліп беріп, көзін ойғызбасаң, сен маған туысқан емессің" деген. Өзге елде Қасенге бүгін ақ қасқа не өлсін, не өлтірсін, осыдан басқа жерге иттінің керегі жоқ тіпті дескен. Осы сөздердің барлығы Қасенді де асықтырып, ширақтырып еді. Құрмаш аулы мен Қасен аулының арасы жақын болатын. Сондықтан да
Көп уақыт өтпей-ақ аңшылар кешегі бала өлген жерге жетті. Ақша қардың үстінде бадырайып үлкен із жатыр. Беті елсізге тасты құдыққа қарай кетіпті. Барлық аңшы ізге қарап, қасқырдың үлкендігіне қарай қайран болды. Аққасқа бұрынғы еріншектеу әдеті бойынша ізге жеткенше жай жүріп, тартыншақтап келіп еді. Ізді көріп біраз иіскелеп алған соң, басты төмен салып жіберіп, тұмсығын ізден алмай отырып, жонды адырға қарай шауып жөнелді. Бар аңшы артында ілесе желе текіректеп шауып отырды. Аққасқа тоқтамайды, артына қарамайды, тынбай жотады. Әлі қар бекінген жоқ. Қалыңда емес, қыстың орта кезі болса да, биыл қар жұқа болатын. Аңшылардың айтуы бойынша, қасқыр түлкіге ит қосатын уақыттың нағыз өзі еді. Қасен қолына келгелі Аққасқа барлығы 3 қасқыр алды. Бұның екеуін бір күнде күздігүні жер қарада алған. Үшіншісін қар түскеннен кейін ауыл үстінен алып еді. Қасен өзінің 1-2 жігітімен және басқа да аңды сүйетін 4-5 құрбысымен соңғы уақытқа шейін ат жаратып жүргенді. Алыс жерден еті оянып өлген Аққасқаның қыстыгүні қарды жүруге қызылы толық болсын деп етейін баптап қайырып жүр еді. Бұдан бұрын Аққасқаны аз-аздап қоян жүгіртіп, 2-3 суытып алған. Соңғы уақыттардағы тамағы көбінесе құрт араласқан сұйықтау ас болатын. Қоясын да 2 рет тастасып алып еді. Содан бері қысқы жүні жетіліп, өң ажарланып, қатты құлпырып алған. Жалғыз-ақ бүгін таңертең азғана ас құйылған екен. Соның тағы қоша қоймады ма деген күдік бар. Одан басқа жоны жұмырылып, етін сыртына теуіп, бойдағы майдан, іштегі қыл-қыбырғыдан арылған кезі еді. Аққасқаның бойы қасқырдан кіші емес, аяқтары жуандық, сомдығы да содан кем емес. Өзінің барлық тұлғасында қасқырға ұқсайтын бітім бар. Түсі тазылар түсіндей емес, қасқыр түс. Дене жүні ақ, сарылау келгенде маңдайы шаңқиған ақ маңғыл қасқа болатын. 2 көзі шатынып, шарасынан шығып тұрғандай үлкен, үнемі от шашып тұратын қып-қызыл көз, ашуда, ерлікте бір өзінде. 2 шекесі торсықтай деп аңыз қыларлық. Бұның да жотасы күлдіреуіштей. Құйрықтың ауыз омыртқаға дейін шөң сияқтанып, күдерленіп, дөңкейіп тұрады. Оның үстіне шеке мені мойын тұтас болып келіп, шеңбер төске қосылған. Алдыңғы жағы арыстан бейнесіне ұқсайды. Аққасқа өте қабаған, сіркесі су көтермейтін, долы, ызалы. Сондықтан ауылға келгенде шынжардай босамайды. Далаға алып шығып, аңның ізіне салғанша, қарасын көрсеткенше ұзын кендірдей босамайды. Әйтпесе жолда кез келген иттерге де соқтыға береді. Итке келгендегі жалпы әдеті өзі барып таласпайды. Бірақ ауылдың көп иті алдына шығып, быжғылдап үре береді. Айналасын қамай бергенде, яки біреуінің жұлып қашқан тісі тигенде құтырып кетеді. Ондайда көп иттің ішіндегі ең үлкен төбетті секіріп барып, құлақ шекеден алып, топ еткізіп, соғып, жаншып жібереді. Кісі айырмаса, астына түскен итті өлтірмей шықпайды. Өзі жүрген жерде өзге итті еркелігін көтермейді. Күзден бері Қасен ауылының 2-3 сақ төбетін өлтіріп салды. Қатты ашуланып, ашқарақтанып кеткенде иесін де қауып жібереді. Күздігүні үй ішінде сойып жатқан қойдың етін жегізбей, ұмтылғанда Қасенді де 1-2 рет қолынан ала түсіп қауып алған. Күн екендігін жақындап алды. Ақсаққа ізбен әлі жүріп келеді. Жерден бас алмайды, тоқтамайды. Аңшылар Қараадырдан 5-6 шақырымдай ұзап шықты. Қасқырдан бұл күні беті тасты құдықтан да өтіп, Ақсораңдағы жылқыға қарай тартты. Ақсораңда 2 қос жылқы жатыр еді. Айналасы аласа белес, қалың тобылғылы үлкен шұбар еді. Соның ортасындағы жадағай жалғыз биік Ақсораң. Қасқырдың осылай беттегенін білген соң аңшылар ақылдасып тұрып, Аққасқаны шақырып тоқтатып алды. Мұның мойнына кендір тағылған соң барлық жұрт аяңдап Ақсораңдағы қосқа тартты. Бүгін түнде сонда қонып, ертең ерте жылқышыларды жүйрік ат айғырға мінгізіп алып,
қалың топ болып қуыспақшы болды. Екі қостық бірінде Қасен аулы мен барлық қара адырдың да жылқысы бар еді. Жігіттер сол өз қостарына келіп қонды. Қоста түні бойы тынымсыз қызулы лаулаған әңгімелер болды. Мол асылған семіз ет қонаққа да, жылқышыларға да көңілді желіктің шарты еді. Құрмаштың өлімі де көп уақыт әңгіме болды. Қасендер келісімен ақ барлық жылқышы мәлім етті. Өткен түнде көк шолақ жылқыға шауып, бір жабағыны жеп кетіпті. Жалғыз өзі бір семіз жабағының жарты етіне жақынын жепті. Бұл не деген жалмауыз екенін білмейміз. Әкеңнің деп қос басшысы сөйлеп еді. Ол ұзаған жоқ. Ол болса осы Ақсораңның айналасынан табылады. Соңғы уақытта қасқырдан тыныш едік. Осы жалғыз қасқыр кешеден келіп араласты. Ізі тайдың ізінде, әнеу күні де келіп бір тай жеп кетіп еді. Іздегендеріңнің өзі сол, ел мен қосқа кезек тиеді. Бір кәпір сарқында бәрін істеп жүрген сол. Енді әттең дүние соны ғана бір қолға берсе-ау, деп жабағысы желінген Бейсенбай жылқышы кіжінді. Жатарда Аққасқаға азын аулақ құрт пен жылы жұмсақ ет берілді. Жұрттың бәрі айнала үйіріліп соны күтті. Бірақ тар үйде көп бөтен кісінің ортасында Аққасқа жиі ашу шақырады. Шынжыр мен байлаулы жатып, кей уақытта арыс етіп, от айналасындағыларға тап береді. Көп уақыт қорылдап, гүр-гүр етіп тұрып алады. Отқа қарсы қараған көздері ашумен қанталап шатынап кетеді. Қараңғы ала көлеңкеде жатқанда екі көзі қып-қызыл шамша жанады. Аққасқаға ырылдағанды алдындағы отырған Бейсенбайдың жотасы мұздай еті тітіреп кетеді. Ентелеп, ілгері жылжып, отқа қарай мінбелей береді. Таң қылаңдап келе жатқанда барлық аңшы мен көп жылқышы атқа мінді. Жарап жүрген бедеу билер мен жөрік айғырлар түн ортасында ұсталып, тоғын қашырып алып еді. Жұрттың бәрінің қолында сойыл шоқпар, сатыр-сұтыр етісіп, қостан желпіне шығысты. Ақсораңның етегіне таман келгенде Қасен 11-12 кісілік жиында 4 болды. Өзі Аққасқаны алып Ақсораның дәл биігінен басына шығатын болды. Өзгелерді тау мен ұсақ адыр, қалың шұбарды айнала қоршап алып, жан жағына қаумалап, Ақсораның биігіне қарай қағып шық деп таратып жіберді. Қыстың күн алыстағы Ақжотаға қызарып шығып келе жатқанда барлық аттылар жан жаққа қарай шашырай жөнелді. Ақша қар келе шауып жөнелгенде жүйріктердің аяқтары мен есіліп үгіліп борай түсіп жатты. Қасен аяңдап биліктің басына қарай тартты. Жолшыбай 2-3 жерде Аққасқаны сарытып, аунатып, баптандырып алды. Сонымен жарты сағаттан артық уақыт өткенде биіктің басына келіп шықты. Дәл биіктің бір артпа иығына атып тастап, өзі Аққасқамен бірге жаяулап келіп, 1-2-3 обаның ығына келіп отырды. Айналасының бәрі де көрінеді. Тау басында желтеңкіреп ызғырып соғады. Күн әзірше суықтау. Аққасқаның астына ертеді қамдап алған киіз төсеп өзінің ығына жатқызды. Айналаға Аққасқа да анда-санда бойлап жағалай қарайды. Қасен бұны баулыған иесіне ішінен бас иіп алғыс айтады. Құрметпен еске алады. Өйткені Аққасқа тау басында қазіргі отырыстың не мәні бар әбден түсініп, ұғынып отырған сияқты. Тыныштыққа бой бұрып, жатуды ойлап тұрған жоқ, күтіп отыр. Биіктен томағасын тартқан қырандай ізендеп бағып отыр. Жан жақтағы қағушылардың бәрінің де алдына қарап өтеді. Кейде түрегіліп те жан жаққа көз жібереді. Кешегі жабағының жеген көксерек екені рас еді. Кеше жартысына жақынның жесе, бүгін өткен түнде сол жеріне барып тағы қалғанын тоя жеп алып еді. Ақсоранның етегіне келіп бір жартаста боз қарағанды қиындау сайда ұйықтап жатыр еді. Құлағына алыстан бір сарын естілді. Елсіз тыныш тауда таңертеңгі ауа дыбыс атаулының барлығын екілендіріп көтеріп тұрған. Оянып жүресінен жатып қар қапты. Сөйткенше сатыр-сұтыр еткен ағаш даусы мен тастақ жерді тасырлатып басқан ат дүрсілі естілді.
Түрегеліп барынша керіліп алды. Екі аяқтылардың иісі сезілді. Бүлкектеп жотаға шықты. Сол-ақ екен, арғы беттен құлап келе жатқан екі үлкен қара айғайды салып тап берді. Көксерек жалт беріп, жотаның тасасына түсе сала, сайды жалбылып жоғары қарай салды. Қолында шошайған сойылы бар, астында қатып қалған ақ бедеуі бар. Бейсенбай ағызып жотада шығып, тағы айғай салып, өрге қарай тасырлатып шапты. Бұл уақытта көксерек сонша саспаса да, кейде көселе шауып, кейде құлағы жалбырап, сөлектей түсіп, Ақсораңның жонына қарай асып еді. Айғай жақын жерден шығып қалғанда, Аққасқа атып тұрды. Қасен бұны кендірінен сүйрете барып, атына шапшаң міне сала, айғай шыққан бетке қарай ағып отырып, сол жақтағы жотаға шықты. Қарсы алдында оқ бойындай жерде сары жотаның дәл үстінде артына бұрылып қарап, тақтайшындай бір көк шолақ тұр екен. Жотасы күдіреген, құйрығы шоп-шолақ, бойы тау басында тайдай көрінді. Ертегіне көкшалы жотаға шыға берді. Аққасқа да көріп, атылып секіріп кеп кетті. Ақырын ғана айт деп қалып, бәйге керге Қасен де қамшыны басты. Көксерек артына қарап тұрып, байқамай қалып еді. Бір уақыт алдынан шыға қалған сатыр ұстырға жалт қарағанда, ағындап келе жатқан Аққасқа мен артынан көріп, сол жақтағы ойға қарай ытқып қашып жөнелді. Бір сайға түсіп жосылып барып, екінші оң жақтағы жотадан асып түсті. Соның ойына таман жақындағанда, аттының дүбірі басылып қылып еді. Мұның құлап түскен сайы тіп-тік жар болатын. Бірақ дәл сол кезде артындағы қар жиі-жиі шықыр-шықыр басылып, бірдеме жақындап келіп қалды. Қашып келе жатып артынан қарай алмады. Сол-ақ екен, жаралы санынан бір мықты ауыз қауып түсіп, ойға қарай қатты жұлқып көтеріп тастады. Сол сәтте бұның жауы қасынан ағып өтіп кеп, алдыңғы омбыға екпіндеп барып, соқтығып өзі де құлап түсті. Аққасқаның жұлып кеткен екпіні мен етпетінен түсіп қалған көксерек енді атып тұрып тап берді. Бұрын ақсаққа бұндай жұлып еткенді, әсіресе ойдан төмен жұлғанды, қандай қасқыр болса да омақатып тұмсығынан шаншыла түсуші еді. Сондайда қапысыз мықты ауыз тұрғыз бастан келіп, алқымынан жабысып қалатын. Бұл жолы олай болмады. Аққасқа өзінен бұрын тұрып, күрілдеп ырғап келе жатқан көкжалды көріп, бұ да қарсы тап берді. Сол уақытта құлақ шекесіне тиіп қалған қышқаштай қатты темір ауыз жолқып кеп жібергенде, ой жаққа қарай ытқып барып түсті. Бірақ Аққасқа жығылған жоқ, тік етіп барып, төрт тағандап тұра қалды. Ептілік ыңғайлылығы мен ғана көк шолақтың аузынан шығып кетті. Көксерек тістегенде қамти тістей алмай, көбінесе терісінен ала жұлқып еді. Сол бетімен көксерек жотаға жүре бермекші болды. Өйткені артындағы дүсір тағы естіле қалды. Бірақ Аққасқа да қалмады. Ағындап келіп, ар жаққа шығып алып, көлденеңнен шапшып секіріп келіп, көксеректің құлақ шекеден ала түсті. Көк шолақ бұл жолы да жығылмады. Аққасқаны көтере жоғары шапшыды. Алғашқы алған жерден Аққасқаның аузы басып босап кетті. Екеуі бетпе-бет келіп, шапшып тұрып, қаршылдасып ұстасты. Енді бірінің бірі босап кетуіне жол жоқ. Бұл күй не қылса да біреуінің астына түсумен біту керек. Және етіне тістейіп ашынып алған Аққасқа қазірде долылықтан өртенгендей еді. Қасқырмен көп кездесіп, қырқылжың тарта бастағаннан бері қарай Аққасқа бойына тістегенше онша өлермендеу беуші еді. Дәл қазіргі күй жалғыз тал қылына шейін қоздырып, күйдіріп, жандырғандай. Көксерек те бағанадан қалыспаған итке енді шын ойынды бастаған. Екеуі шапшысып тұрған бетте біріне бірі құлақ шекеден де алқымнан да алғызбайтын болды. Алдыңғы аяқтарымен ұстасып, тіресіп тұрып, сол сәтте аңдығанда екеуі де тез іс бітпейтінін ұққандай болды. Қозданғандай қан толқынып кеп, тағы бір дем басқа шыққандай.
Аққасқа қарсы алдында арандай ашылып тұрған ауызға сақ еткізіп тістерін салып жіберді. Бұл қасқырдың төменгі тістері мен тілін қоса шайнағанда қасқырдың жоғарғы азулары аққасқаның тұмсығының екі жағынан жоғарғы ұрттарына келіп кірш-кірш кірді. Ашулы тістер стыр-стыр қарш-қарш шайнаса да әлі шапшысып тұр. Дәл сол уақытта жоғарғы жотадан шыға сада төмен қарай кер ат пен ақ бие де аңырап еді. Қасен мен Бейсенбай қудалай сойылдарын оңтайлап келе жатты. Өр жақта аққасқа шайнасып тұрған ауыздардан сілекей мен қан аралас ағып сырылдап тұр. Аққасқа Қасен даусын ести сала ойға қарай жұлқи бұрып қалғанда көк шолақтың белі бұраң етіп барып дүрс етіп құлап түсті. Ауыздары бір-бірінен айырылған жоқ, екеуінде үн жоқ. Шайнасу үстінде желімде қайнасып қатып қалған сияқты. Ең аяғы болымсыз болса да тыныс алған дыбыс та білінбейді. Ақ құдай, иә сәт, иә аруақ, иә ақ сарбас дей бере екі атты үстеріне жығыла-жығыла үйіле түсті. Аттар босанып шықты. Опырай аузын деп келіп, Қасен жуан қамшының сабын көксеректің көмекейіне тығып жіберіп, мықтап басып тұрып, жауының тұмсығына жоғары қарай қайырып жіберді. Аққасқаның қан басқан тұмсығынан көк шолақтың тістері бір-бірлеп шығып кетті. Аққасқа сонда ғана бүйірін тартып тыныс алды. Бірақ әлі де жанын шығарғанша қасқырдың төменгі жағын күрт-күрт шайнап жатыр. Бұл кезде Бейсенбай да қара пышақты көксеректің өкпесіне салып жіберіп еді. Осы ит десті. Көксеректің жаны әбден шыққан соң Аққасқаны Қасен, Бейсенбай екеулеп отырып, зорға дегенде айырып алды. Құйрықтан қысып алып, алысқа сүйреп апарған соң ғана Аққасқа есін жиды. Бірақ әбден әлсірегендіктен сол апарған жерге сілекей жата кетті. Барынша шаршап талған екен. Ес жиған соң жұрт көк шолақтың құлағына қарап отырып, бұрынғы кеткен көксерек атты күшікті таныды. Құрмашты ойлап, кейбіреулердің көздерінен жас та шықты. Ауылға келгенде Құрмаштың әжесі боздап келіп, «Қуарған-ай, ненді алып ем, не жазып ем, бауырына салып өсіргеннен басқа не қып еді менің құлыным?» деп елді тегіс еңіретіп көксеректі басқа тепті.